қандай керемет. Маңғыстауда болмаған қыс болып тұр екен. О, қандай тамаша. Маңғыстауға бұрын соңды болмағандар жоқ. О, құрдас, базар жоқ дәл тиді. Ей, сен алпамыс, не арысың? Құрдас! Ей, не арысың жақта алпамысты Сенің де бір жүрмейтін жері жоқ екен, алпамыс. Аллаға шүкір, осы қаладан үй алып тұрып жатқан жайым бар. Тұшылдық бәрі ауыл аман ба басы? Құрдас, ауыл сол бұрынғыша. Аманбыз. Жұмыс жоқ. Қалаға келіп едім, кәсіп іздеп. Бір жұмыс мекемесіне барып, түйіндемем тапсырып жатқан жайым бар. Дұрыс, бағыттың жаман емес. Қалада осы жерде тұрып жатсың ба? Пентхаустың үстінде ғой, сол баяғысы. Қандай керемет. Қалада үй жоқ енді, сол жүрген. Тимур, жағдай осылай. Тимур, мынандай ол көптен қар жаумай ма еді? Сен енді баратын жерің бар ма? Тимур деген құрдасым бар деп ауылдан шеніп келіп отырмын енді. Сен маған сене берме, кім? Алпамыс. Сен Тұшылдықтың кең даласынан, Ақтаудың тар қапасынан сиям деп отырсың ба? Қалада ешкім еріккен жүрген жоқ осы. Ауылдан алып келген шұбатым бар еді. Ауылдан алып келген шұбатым бар еді. Шұбат? 2 күнге 2 литр шұбатым бар. 2 литр шұбатың 3000 теңге. Біләс, сен баяғыдан сондайсың. Мынау 3000 теңгеге үй алмай 2 күн қонып кетейін деп тұр. Қазір ешкімді ұямау керек. Дос жоқ, бауыр жоқ, бәрі ақша. Сөйтіп қатын айтқан. Ой, шешең, өткен қалалар құрсын. Тар қапас десе тар қапас екен. Қала халқы қатайып кеткен бе? Не пәле? Бірақ ауылда жетісіп тұрған шамал. Бұрын шаруа түсіп көршіден зат сұрасам, қолымды қайтармайтын. Кеше Еркіннің айтқаны, алсайшы, әкең бақтыда жасайды ғой деп. Қайдан білсін біздің 400 000 несие төлейтінімізді? Тимур екеуміз тайғұлындай тебісіп бір көскен достар едік. Ендігі әңгімесі мынау. Әлде адам байыған сайын пейіл өзгере ме екен осы? Ол қалаға кеткесін қатайды. Бұрын ол бала кезінде мейірімді өте бауырмал еді. Әлі есімде. Ауылдан қалаға көшкен сәті. Қателеспесем 5-6 сынып болу керек. Көшіп бара жатқан жүк машинасының артынан шаңғытып жүгіріп, еңкілдеп жылағаным бар. 2-3 жыл өткеннен соң бір күні ауылға Тимур келіп тұр. Қолымдағы сөмкемді аспанға лақтырып мәз болдым. Бірақ Тимур біртүрлі өзгеріп кеткен. Менің жақсы көретін қозым Шөкенайым қораға кірмей қашқаны үшін аямай тепкені бар. Атам сонда қаланың тар қапасы, қу тіршілігі адамды қатайтып жібереді. Тимурмен ара қатынасыңды үзе тұрсаң қайтер екен деп еді. Алтын атам-ай. Ассалаумағалейкум. Адасым қалың ба? Жіберіңдерші, жігіттер. Бауырым, жай жүрсің ба қалада? Қайдан кетсің? Не бар қалтаңда? Бізге олжа, Олжа сақтау, ақ кетті кетті әнеқа. Давай, шығар қалтаңда. Жігіттер жоқ. Дірілдіміш. Қатты тұрмай қой.
Ауылдың жігіттері ешқашан бір-бірін тастамайды. Қатының ше. Қатын дейсің бе? Бля, сен бәле. Сөйтіп досы үйіне қондырмады. Баласы да қаланың оңдырмады. Мейірім, түсіністік басты байлық. Дәстүріміз қазақтың қонақ жайлық.